Егер сен өміріңнің күн сайын 30 минутын құлшылыққа арнасаң, сен 80 жыл өмір сүрдің дейік. Оның 15 жылын алып тастайық, 15 жыл саған намаз парыз емес деп қой. 65 жылдың сен әр күнінде 30 минуттан құлшылық ететін болсаң, 1,3 жыл құлшылыққа арнайды екенсің. Егер де оны процентке шығатын болсақ, небәрі 1,7%. Өміріңнің 1,7%-ын саған 80 жыл ғұмыр берген, сен мұсылмандардан қылған, сенің көзіңді көретін қылған, құлағыңды еститін қылған, аяқ қолыңды сау қылған, жүрегіңе иман берген Алла тағалаға небәрі өміріңнің 2%-ын құлшылық етуге арнай алмайсың ба? Сен неге Алла тағалаға келген кезде сонша сараң боласың? Сен неге құлшылыққа келген кезде сонша сараң болып жатсың? Ойланшы.